Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін қимақ дайындаймыз. Бізге 4 жұмыртқа, 5 қасық қант, жарты қасық тұз, жақсылап араластырамыз бәрін. Сосын ситадан өткен ұн саламыз, жақсылап араластырып аламыз, аз-аздан саламыз. Сосын сүт құямыз. Жылы сүт болу керек, 400 мг. Солай кезек-кезек салып араластырып, жақсылап, одан сұйық май құямыз. 4-5 қасық. Сосын табамызды қыздырып алып, май жақпаймыз, құйып пісіреміз бірден. Осындай дәмді құймақ шығады, пісіріп көріңіздер. Менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Рахмет сіздерге. Тағы да қандай рецепт түсірейін, бөлісіңіздер, айтыңыздар, жазыңыздар комментарийге. Рахмет.